Қайырлы күн. Мен Ақтау қаласындағы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ағаш өнер үйірмесінің қатысушысы Жансатов Арман. Бүгін сіздерге ағашқа сурет салу тәсілі, өнері, пирографиямен таныстырамын. Ол үшін бізге ең алдымен беті тазаланған ағаш қажет. Біз жұмысты бастамастан бұрын ағаштың бетін наждачкамен тазалап алдық. Және екінші қажет жат бізге бұл басатын суретіміздің бейнесі. Біз бейне ретінде елордамыздың белгісі бәйтеректің суретін алдық. Және де қажетті тағы бір материал бұл выжигатель. Яғни осы құрылғының көмегімен біз ағаштың бетіне суретті күйдіріп саламыз. Жұмысымызды бастамастан бұрын біз ең алдымен қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек. Және үстімізге алжапқышты тағуымыз қажет. Жұмысты бастауымыз үшін ең алдымен суретіміз салынған қағазды алып, артқы бетін штрихтаймыз. Қағазымыздың теріс бетін толықтай штрихтап болғаннан кейін, оны дұрыс бетімен қойып, осы бейнені қағазымыздың контурын басу арқылы қағаз бетіне өткіземіз. Суретіміздің контуры бастырып болғаннан кейін аламыз. Және де егер де контуры дұрыс өтпеген жағдайда, ізі дұрыс көрінбеген жағдайда, онда қарындашты алып өзіміз толықтырамыз. Және де жұмысымызды аяқтау үшін выжигательді алып, осы суретті күйдіріп шығамыз. Ол үшін ең алдымен осы выжигательді тоқ көзіне қосуымыз қажет. Және де өзімізге қажетті температураға шейін жылығанын күтеміз. Выжигателіміздің керек температураға қызғанын тексеру үшін ағаштың білінбейтін бөлігіне қойып қараймыз. Выжигателіміз керек температураға шейін қызған. Яғни біз ағаш бетіндегі сурет контурын басуды бастаймыз. Ағаш бетіндегі суреттің контурын толықтай өткізіп болғаннан кейін выжигательіміз тоқ көзінен суырамыз. Және де лак немесе морилка көмегімен ағашымыздың бетін лактаймыз. Біз өзіміз қалаған суретті осы пирография әдісін қолдану арқылы ағаш бетіне өткіздік. Сіздер де өздеріңіз қалаған суретті осы әдісті қолдану арқылы ағаш бетіне өткізе аласыздар. Ақтау қаласындағы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ағаш өнер үйірмесінің жетекшісі Аманғали Маратович және де оқушылары осындай өнерді үйрену арқылы уақыттарыңызды тиімді өткізуге шақырамын.